Сен күнәларды ашып көрсетіп істейтін болсаң, оның куәгері не болады? Көп болады. Алла кешірмеуі мүмкін. Бір себеп бар. Ертең қияметтің алдында тұрған кезде адамдар бір-бірінің несін біледі, не жасағандықтан. Сонда сұрайды, ана бәленше деген бар еді ғой, Мырзахмет деген қайда? Көрдік қой талай не бүлдіргенін. Адамдар да, жерде, періште де оған қарсы не болады? Куә болады. Сондықтан күнәні ашып істеудің проблемасы бар. Алла оны бір мәрте жасырған, сен қайтадан не қылып жүрсің? Ашып жүрсің. Мысалы, сен зина жасап жатқан кезде бүкіл камералар қосылып қалса істейсің бе? Бүкіл камералар қосылып прямой эфирге шығып кетсең істейсің бе? Істемейсің ғой. Істемейсің. Және біреу солай бейшара солай болып абырой төгіп десе өлсең бармайсың. Түсіндіңіз ба? Алла оны негізі жасырған бар ғой. Оған құдіреті жетеді, сен масқараны шығару. Бірақ Алла не істейді? Жасырады. Сен оны барып ертең ақымақ болып айтып отырасың. Кеше бардым мен Маржанға. Алла жасырды емес пе ақымақ? Сен не қылып жатсың? Сондай заманға жеттік. Адам күнә жасағандығын жырғып айтып отыратыны неге жетті? Біреуді лақтырдым, неге? Ақ көңіл жігіт екен. Біреулер соны айтып не істейді? Мақтанады, не істеп, не бүлдіргендігін айтып мақтанады. Ол жақсы емес. Оған қарсы куәгерлікке жүретін нәрселер оның.